Сәлем достар, мен сіздерге бүгін фикус гүлінің күтімі туралы бөлісе кетейін. Гүлдің жапырақтары таза тұрса, ол өзін жақсы сезініп, жайқалып өсетін болады. Мен сіздерге қолжетімді әрі пайдалы ақпарат ұсынамын. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Гүлдердің жапырақтары сау болсын десеңіз, және де жәндіктерді өзіне жақындатпай әдемі болсын десеңіз, осы тәсілді қолданып көріңіз. Бізге керегі лимон кез келген жерден табылады. Жарты лимон, 1 литр жылы су қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып, жұмсақ тряпкамен жапырақтарын алдын-артын бұтақтарын сүртіп шығамыз. Ал бұны түбіне құйсаңыз да болады. Топырақтар жұмсақ болып, және де бактериялардан қорғайды. Қолданып көріңіздер. Үй жағдайында фикустың көптеген түрі өсіріледі. Олардың сыртқы түрлерінде ерекшелік бар. Үйде және кеңседе фикустың мына түрлері жиі кездестіруге болады. Сағызды, бенджамин, лира тәрізді және тырбиған фикус. Олардың сыртқы келбеттері бір-біріне ұқсамағанымен оларға күтімді бірдей жасайды. Кез келген бөлме гүлдерін үй жағдайында өсіруде жарық, ауа ылғалдылығы, температура, суару және тыңайту маңызды рөл атқарады. Жарықтығы. Фикус жарық жақсы түсетін жерде орналастыру қажет. Фикус өзін жақсы сезіну үшін ең маңызды шарт жарықтың молдылығы. Жапырақтары қою жасыл фикустар ала жапырақты фикустарға қарағанда көлеңкені жақсы көріп, күн сәулесінің тіке түсуін қаламайды. Фикустың ала жапырақты түрлерін ыстық жаз мезгілінде күннің астына қоюға болады. Қысты күндері фикустерге қосымша жарық қажет болады. Суық кездері фикустың жапырақтары түсе бастаса, оның басты себебі жарық жетіспеуінен. Фикустың белсенді өсу кезінде жапыраққа қарай оның әр жағын кезектестіріп бұрып қойған дұрыс. Ауа ылғалдылығы. Фикус жоғары ауа ылғалдылығын жақсы көреді. Бұл шарт фикус үшін міндетті емес, сондықтан оған уақытылы су шашып тұрсаңыз болды. Фикустың көпшілігі жапырағы үлкен болғандықтан шаң жинағыш болады. Соның себебімен ол дұрыс қоректене алмайды және әдемі көрінбейді. Сондықтан фикустың жапырақтарын ылғал дәкемен уақытылы сүртіп тұрған абзал. Бөлме температурасы. Фикус жылуды сүйетін өсімдік. Ол үшін жайлы температура жазда 25-30 градус құраса, қыста 16-20 градусқа тең. Минимум температура 10-15 градус фикусқа жел соқпағаны және топырағының салқындап кетпегені жөн. Оны суық еденге қоймағаныңыз дұрыс. Суаруы. Дұрыс суару фикусты күтудегі маңызды шарттардың бірі. Жазда фикусты молырақ, ал қыста орташа суару қажет. Фикустың топырағы суару арасында құрғауы керек, бірақ оның толықтай кеуіп кетпеуін қадағалаңыз. Тыңайту. Фикусты белсенді өсу кезінде, яғни наурыз айынан қыркүйек айына дейін тыңайту керек. Оны 2 аптада 1 рет тыңайтыңыз. Тыңайтқыштың құрамында жасыл массаның өсуіне жағдай жасайтын азот құраушы бар түрін алыңыз. Фикустың көбейтілуі. Фикус сабақ арқылы жеңіл көбейе алады. Тамырландыру үшін кішігірім тармақты алыңыз, немесе бір жапырағы бар кіші сабақ бола береді. Содан соң оны суы бар ыдысқа салыңыз. Тамыры шыққан соң ыдысқа отырғызуға болады. Фикус ең көп таралған бөлме гүлі. Оның 1500-2000-ға жуық түрі бар. Бұл гүл бөлмедегі көмір қышқыл газын жұтып, оттегіні бөледі. Сондай-ақ бөлме ішін ылғандырып, улы заттардан тазартады. Жапырақтары арқылы бөлме ішін шаң тозаңнан сақтайды. Оттегіні күндіз бөліп, түнде жұтатын қабілетке ие. Фикусты жатын және балалар бөлмесіне қоймағаныңыз абзал. Мамандар фикусты ас бөлмеге немесе
терезесі тас жолға қарайтын бөлмелерге қоюға кеңес береді. Жылдың барлық мезгілінде бір қалыпты суғару қажет. Суғаратын судың бөлме температурасы деңгейде жылы болғаны лазым. Жапырақтарын дымқыл матамен сүртіп тұру керек. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.